Қайырлы күн. Бүгін біздің тақырыбымыз бөлшек және бүтін өрнектер. Практикалық сабақ. Бірінші бізде тапсырма өрнекті ықшамда. Бізде бірінші тапсырмада осындай есеп беріліп жатыр. 2х екінші дәрежеде минус 8 бөлу 4-ке. Біріншіден біз 2-ні жақшаның несіне шығарамыз. Бірінші 2-ні шығарған кезде x квадрат жақшада қалады. Минус 8-де ол минус 4 болады. Себебі 2 көбейту минус 4, ол минус 8 болады. Төмен жағында 4 болады. Келесі қадам бізде біз 2-ні 2-ге бөлеміз. Төмен жақта 2 қалады. 2 дәрежесі x дәрежесі 2-де минус 4 бөлінген 2-ге. Енді осыны біз тағда ықшамдауға болады. Қалай? Біз білеміз x квадрат минус a квадрат, ол бізде тен x минус a және x плюс a. Сол себептен бізде жоғары жақта x минус 2 көбейту x плюс 2 и бөлінген 2-ге. Осы біздің жауабымыз болады. Екінші есеп бізде x тен 3-ке. x 3 тен болған кезде бөлшек өрнектің мәнін тап. Осындай бізде тапсырма. Енді бізде бөлшек өрнегіміз 5x минус 10 бөлінген x минус 2. Қалай біз оны табамыз? x-тің орнына біз 3-ті қоямыз. Жоғар жаққа да, төмен жаққа да. 5 көбейту 3 минус 10 бөлеміз 3 минус 2. Жоғар жақта 15, 5-ті 3-ке көбейткен кезде бізде 15 пайда болады. Минус 10 және төмен жақта 1. Енді жоғар жақта бізде 5 болады. 5-ті 1-ге бөлген кезде 1 қалады. Осы бізде жауап. Бүгінгі сабақта, практикалық сабақта біз осындай есептерді есептедік. Рахмет сіздерге. Келесі кездескенше сау болыңыздар.